Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақты сіздермен бірге Қарағанды қаласы номер 32 жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батықова Ақеркелі Құттықызы жүргізеді. Математика пәні 4 сынып. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімі. Ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы. Сабақ тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Балалар, айнымалы дегеніміз әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Әріп түрінде берілетін уақыт, ұзындық, баға және тағы басқа шамалар. Мысалы, бір қарындаштың бағасы x-қа тең. Бұл жердегі x-іміз айнымалы. Балалар, айнымалыны қолдана отырып өрнек шығаруға болады. Мысалы, бір қаламның бағасы одан 30 теңгеге артық. Демек, қарындаштың бағасы x, қаламның бағасы x қосылған 30. Балалар, бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек. Мысалы, осыған байланысты есеп шығарып көрейік. Оқулығымыздағы 30 беттегі номер 5 есепке қарасақ, бірнеше айнымалысы бар өрнектерді түрлендір және әріптердің берілген мәнінде өрнектерді есепте. Осы берілген есептердің арасынан бірінші есепті шығарып көрейік. 717b азайтылған 84b қосылған 88c. Біз 717b азайтылған 84b қосылған 88c деген есепті шығарып көреміз. Балалар, бұл жерде b айнымалысы бізде 2 рет берілген екен. Соны біз ықшамдап алайық. 717b-дан 84b-ны азайтайық. Тең 633 деген сан шықты. Демек, 633b қосылған 88c тең белгісіз. Бізде әріптердің мәні берілген. b тең 2, c тең 5. Демек, b айнымалысының орнына 2 деген санды, c айнымалысының орнына 5 деген санды қоямыз. 633 көбейтілген 2 жақшаның ішінде, қосылған 88 көбейтілген 5 жақшаның ішінде, тең 1706. Балалар, осылай қалған есептерді де шығарайық. Мына жерде берілген қалған есептерді осы тәсіл арқылы шығарып шығыңдар. Дәптерлеріне жазыңдар. Келесі. Балалар, алдыңғы тақырып бойынша теңдеулерді шешейік. Осы теңдеулерді дәптерлеріне шығарып қойыңдар. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Сабақты қай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қойайық. Назарларыңызға рахмет.